синапстар жайлы айтамыз. Сіздермен бірге аймет медициналық білім беру орталығы. Енді синапс туралы айтатын болсақ, жалпы синапс дегеніміз бұл байланыс, өзара қатынас, қосылу, түйіс деген мағынаны білдіреді. Яғни екі нейрон болады ғой, осы бір нейроннан екінші нейронға немесе нейрон мен жаңағы ағзаның арасындағы импульстар өткізіп отыратын құрылым болып табылады. Бізде рецепторлар синапстың осындай үш бөлімі болады. Бұл бізде пресинапстық бөлім, синапстық саңылау, синапстық саңылау және де синапстық саңылау және де постсинапстық бөлім. Ең бірінші біз осы синапстардан орналасуына байланысты бөлуге, бөлінуіне қарай, орналасуына қарай бөледі. Бұл бізде нейронаралық синапстар, яғни екі нейронның арасында орналасады синапс. Және де нейрон тіндік синапстар, мысалға нейрон мен бұлшықеттің арасында орналасуы мүмкін, немесе нейрон мен секрециялық болуы да мүмкін. Одан кейін біз өткізу әдісіне байланысты, мысалға нерв импульстарын ол химиялық, немесе электрлық, немесе аралас жолмен өткізетін синапстар болып үшке бөлінеді. Одан кейін бізде функциясы бойынша олар тітіркендіргіш немесе тежеуші синапстар болады. Яғни келген импульсті либо тітіркендіреді, яғни күшейтеді, либо бәсеңдеттіреді, тежейді, тормозит етеді. Енді біз синапстардың құрылымын айтатын боламыз. Мінекей бұл бізде пресинапстық бөлім. Пішіні көріп тұрғанымыздай ілгек тәрізді, немесе бір құлақша тәрізді болып келген, жуандалып келген. Бұл жерде бізде мына импульс келді. Мына жерде бізде визикула бар. Визикуланың ішінде бізде медиаторлар орналасады. Ол ацетилхолин болуы мүмкін, норадреналин болуы мүмкін, немесе гамма-амино май қышқылы да болуы мүмкін. Осындай пресинапстық көпіршіктер болады. Ол көпіршік жарылмайынша ол келесі постсинапстық бөлімге өтпейді. Көпіршік жарылуы керек. Ол жарылуы үшін бізде сыртта жүрген калий келеді. Мына жерде бізде калийдің каналы болады. Осы калийдің каналы импульс келген кезде ашылады да, сыртта жүрген калий ішке кіреді. Ол калий келеді да, мына визикуланың барлығынан тиісіп, жарылады. Осы визикула жарылғаннан кейін визикуланың ішіндегі медиаторлар мұна синапс аралық саңылауға өтеді. Медиаторлар бөлінгеннен кейінгі құрамдары. Одан кейін медиаторлардың бір заттектері ғана өтеді. Одан кейін бізде мына постсинапстық бөлім. Постсинапстық бөлімнің мынандай мембранасы болады. Сосын рецепторлары болады, жаңағыдай кіргізіп отыратын. Осы постсинапстық бөлімге бізде хеморецепторлардың түрлері өтеді. Мысалы, альфа, немесе гамма адренорецепторлар, немесе H холинорецепторлар, пуринорецепторлар, гамма рецепторлар, осылар өтіп отырады екен. Солай бізде бір нейронның денесі мен өсінділерінен 5.000-нан 10.000-ға дейін синапстар болады. Олар арқылы бізде көптеген ақпараттар қабылданып отырады екен. Енді біз рефлекс тақырыбына тоқталатын боламыз. Рефлекс дегеніміз